Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айнұр. Мен сіздерге бүгін ең оңай тәсілмен жасалынатын магидің рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біз ең алдымен ыдысқа ұсақ бөліктерге бөлінген тауық етін салып аламыз. Және де оның үстіне картошканы саламыз. Мен картошканы алдын ала тазалап, сыртынан турап, осылай ұсақ бөліктер бөліп қойдым. Және де пияз саламыз. Оны жақсылап араластырамыз. Және де мен осындай өзінің арнайы дәмдеуішін пайдаланамын. Егер де ол дәмдеуіш аз десеңіздер, оның орнына онымен қоса тұз немесе бұрышты қоссаңыздар да болады. Осындай үлкенде отыз аламыз және барлық дәмдеуішті салып шығамыз. Мен өзіме ыңғайлы етіп осындай қолмен араластырамын. Ал егер де сіздерде қасықпен ыңғайлы болса, қасықпен араластыруға болады. Және де араластырған кезде өте мұқият болыңыздар. Себебі тауықтың етіне, картошкаға және пиязға дәмдеуіштер өте жақсы сіңуі керек. Және де міндетті түрде 20 минутқа қойып қойыңыздар. Міне менде 20 минуттай өтті. Енді арнайы қалташасын аламыз. Өзінің арнайы қалташасы болады. Міндетті түрде соған пісіру керек. Барлық магиді салып шығамыз. Міне мен салып болдым. Енді өзінің арнайы осындай түйетіні, яғни байлайтыны болады. Міндетті түрде мұқият болыңыздар. Себебі жақсылап түйіп байлау керек. Біздің маги төгіліп кетпеу үшін жақсылап түйіп байлауыңыз керек. Енді 170-180 градуста 45 минуттай пісіреміз. Менде 45 минуттай барлық жер пісіп шықты. Толықтай пісіп шықты деген ойдамын. Қазір барлығын бірге тексеріп көретін боламыз. Міне мен салдым ыдысқа, қазір шанышқымен көретін боламыз. Өте жұмсақ,
барлық жері толықтай пісті. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі ыстық тағамдардың бірі ретінде саналады. Менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, себебі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.